Сонымен бастайсыз ба? Иә. Микрофон алып берейін ба? Жоқ. Сен айтадың, осы айта бересіз ба? Осы айта беремін. Есік жоқ қой ба? Тұрмысың. Есіктерді орған. Ничего страшного. Менің қызым. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін қызым оянып жатыр. Ал жүр. Барлықтарыңызға сәлем. Менің қызым артымда ұйықтап жатыр. Сол үшін кішкене даусымды бәсеңдетіп сөйлеймін. Былай қарайын ба? Вот. Бүгін мен біздің үйдің суға кетіп қалу қаупі туралы айтайын деп тұрмын. Себебі күннен күнге жайық көтеріліп жатыр. Орал қаласындағы көптеген үйлер суға кетіп жатыр. Күн сайын жаңа көшелерді су алып жатыр. Сол су алып кету қаупі бар көшелердің қатарында біз де тұрмыз. Біздің айналамызды мына картадан көріп тұрғандай, біздің үйдің айналасында жайық және чаган бар. Жайық бізге ондай қатты опасный емес, егер Стелладан келетін болса, себебі Стелланың жеріне қарағанда біздің үйдің тұрған жер биіктеу. Вот чаган көтерілетін болса, онда үйді шайып кету қаупі өте жоғары. Егер Құдай сақтасын, бір метрге чаган көтерілетін болса, онда біздің үй кетеді. Солай мен енді Құлсарыдағыдай прям болмайтын шығар, бірақ Құдай білсін. Себебі чаган көтерілсе, жайыққа қарай қай жақ төмендеу, сол жаққа қарай ағады ғой су. Вот. Сосын мына универмаг жақтан тоже түсіріп алдым. Бірнеше күн бұрын түсіргенмен бұл видеоны. Қазір бұл су кәдімгідей толып қалған. Сол су көтеріліп тоже қаланың ішіне кіруі мүмкін. Ол су бізге келеді. Себебі универмагпен қарағанда және чаганмен қараған уақытта біздің үйдің орналасу деңгейі төмен. Сол үшін мен өзімнің заттарымды, жаңа жасауыммен келген ыдыстарымды жоғарыға сандыққа салып қойдым. 1 жылдан бері сандыққа салынбаған менің ыдыстарымды алып сандыққа салып қойдым. Мен негізі андай келіндердің қатарынан емесмін. Балап шығармайтын, по максимум қонақтық болатын болса, любой ыдыстарымның барлығын шығарамын. Көріп тұрғандай, көп қонақтықтағы ыдыстарымның барлығы менікі. Кейбіреулер айтады ғой, келін деген вообще ыдыстарын шығарған емес, ыдыстарын салып сол бөлек шығып кеткенге дейін солай тұрды, сувенир болып деген сияқты мен заттарды көп естимін да. Сондықтан өзім кішкене бір өз-өзімді мақтап қояйын деп жатырмын ғой баяғы. Мен ондай емеспін. Біз енді бәрібір бір күн болмаса бір күн бөлек шығамыз ғой, бірақ енді бас аман болсын ыдыс алынады ғой деп өзімше сөйтемін. Бірақ сонда да жаңағы бір фужерім бірдеңем сынып кетсе, жүрегім бар ғой, тоқтап қалар дейді ғой. Тан-тан деп келін шайының уақытында ас салатын сынып. Сонда анау ас салатынның бірінші сынған кезде менің көзімді көрсеңіздер ғой. Фук деп атып жүрдім ғой көзіммен. Екінші рет сынған кезде тоже дайындап барып салып едім, сынып қалды деп по максимум мені ашуланып қалмасын деп жатады, себебі түсінеді ғой, кез келген әйел адам өзінің жасауымен келген ыдыстың өзі үшін өте құнды екенін біледі да. Кухняда тұрады ғой бүйтіп. Сол ана ыдыстардың барлығы менің ыдыстарым. Барлығын еще жаңағы мусорный пакетпен жауып қойған ғой, себебі мусорный пакеттен басқа сыймайды. Фужерлерді жоғарға көтеріп қойдым кухняның үстіне қарай. Не болса да, Құдай сақтасын, су баспасын, еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын. Бүгін бір өзім сағат 12-де тұрдым, себебі түні бойы қызым емеді ғой. Кеше деген оны түнгі сағат 12-де жуындырдық. Одан ұйықтағанша 1 болды. Одан кейін ол каждый бір жарым сағат сайын оянып емшек сұрайды. Сөйтіп, уже ең сағат 9-дан кейін ұйқы қысатын. 9 бен 12-дің ортасында ұйқы қысады. Сол уақытта папасына беремін да сөйтіп ұйықтап аламын. Бірақ сөйтіп ұйықтасам, мең-зең болып не істеп не қойғанымды білмеймін. Настроением жоқ, қырып жойып бышт боламын. Вот.
ерте тұрып кетейін десем тұра алмаймын, күшім жоқ. Ерте тұрмайын десем быт боламын. Алдында бір күн сөйтіп ерте жатып, сол түні қызым сол көп оянған жоқ, мен ұйқым қанды да. Таңертең ерте оянып, өзім жаңа дұғаларымды жасап, салауаттарымды оқып сөйтемін ғой. Сол күнім күшті өтті. Енді екінші рет сол күнді қайталайын десем, қайталанбайды. В общем, сол негізі ютубқа видео түсіруге енді дағдыланып жатырмын. Енді күн сайын видео салу керек. Ол кәдімгі дисциплинаны талап етеді. Сосын монтировать ету үшін, монтаж жасау үшін өте көп уақыт кетеді. Өте көп уақыт. Орталарына мем салуға, ол вообще отырасың, 5-6 сағат отырасың. 5-6 сағат, мысалы, келін үшін ол өте көп уақытта. Тем более балаң бар келін үшін. Балаң жоқ болса, істей беретін едің да. Баламен жаңағы көңілің ауланып кетеді, балаңды емізесің, сөйтесің, бүйтесің, жүре бересің. Міне қазір артында жатыр, оянып жатыр. Мысалы, мен қазір осыны түсіріп болғаннан кейін сразу монтировать етпеймін, аламда қызыммен одан кейін уже кешкі ужин болып қалады, ужин жасау керек, ортасында монтировать етіп үлгерсең үлгеремін, үлгермесем ужин бересің. Үйдегілерге үйде 7 адамбыз ғой, біз барлығына тамақ береміз, тамақ ішеміз, сол бір-бірімізді күтіп, одан кейін тамақ ішіп болғаннан кейін оның орнын жинайсың, сөйткенде сағат 11 болады, 11-де уже шаршайсың, бітті все. Мен бүгін сондай бір негативный волнада тұрмын ше. Сол үшін ау деймін, бір не болмай тұрмын ше, бір болмай тұрмын. Никак.